Енді электромобильдеміз қазір. Электромобиль қазір бізде электромобильмен біз жорыққа полиция қызметкері шалқармен шықтық. Шалқар, көлік қалай? Жаңа көлік, электромобиль. Жаңа электромобиль өте керемет. Жылдамдығы тез, жылдамдығын тез алады. Және бензин құймаймыз, май құймаймыз автокөлікке ешқандай. Ондай ешқандай шығыны жоқ бұл автокөліктің. Және бұл автокөлік өзі автокөшеде қоғамдық қауіпсіздік қамтамасыз етуге арналған ыңғайлы автокөлік. Біздіге ойымыздағыдай шықты. Осы анау күнгі күн суық аяздарда да бой берген жоқ. Басқа автокөліктер сияқты от алмай қалу деген болған жоқ. Жұмысқа өзімізге ыңғайлы автокөлік. Негізі қыздыруға уақыт керек па? Қыздыруға анау бензинмен жүретін автокөлік сияқты 20-30 минут керек емес. Ары кетсе бір 5 минутта өзі қызып не алады. Автокөлікке сразу жылу беріп жүре беруге болады. 20 минуттап қыздыруға күн аяздарда ондай қажет емес бұл автокөлікке. Жаңа біз көрдік, не май, не бензин қажет емес, тек қана несін тексеріп тұру керек екен? Бұл автокөлікте тек қана су шашатыны и одан кейін антифриз, осы екеуін ғана тексеріп тұрасың. Қалған ешқандай несі жоқ, басқа тексеретін ештеңесі жоқ. И уақытылы жұмыс аяқталғанда қуаттағышқа қойып отырамыз. Болды. Және мен көлікті оталған кезде бір байқағаным, ешқандай звугі жоқ екен. Анау машиналарды мысалы мотор естіледі. Обешумка ма? Бұл не? Бұл электромобиль болғандықтан бұл да ешқандай түтін шықпайды, қоғамды ластамайды. Бұл автокөлікті одан ешқандай дыбыс бермейді. Бізге іштегі адамға, сырттағы адамдарға да ешқандай автокөліктің от алып тұрғаны, не өшіп тұрғанын мынау тек қана таблодан ғана көреміз. Осы неден жанғанын, өшкенін. Одан басқа ешқандай білінбейді. Ол өшіп тұрған, от алып тұрған. Іштегі адамдарға да ешқандай шум жоқ, сырттағы адамдарға да ешкімнің мазасын алу ондай бұл автокөлікте жоқ. Енді осы көлікпен бір қылмыскерді ұстап немесе құқық бұзушылық анықталды ма? Иә, осы 4 желтоқсаннан бері, 23 жылдың 4 желтоқсаннан бері бізге берілді, тапсырылды бұл автокөлік. Бұл автокөлікпен қызмет атқару барысында бірнеше қылмыстық істерде ашылып жатыр. Одан қалған жаңағы мас жүргізушілер біздің ең бірінші жұмыс істейтін қоғамдық қауіпсіздікке ең бірінші зиян келтіретін адамдар мас жүргізушілер. Олардың да біразын жолынан не қойылып, тоқтатылып, анықталып жатыр. Автокөліктің өзі жылдамдығы осындай мас жүргізушілерді ұстауға, қоғамда құқық бұзушылықтарды анықтауға арналған автокөлік. Жылдам, тез, нақты шақыртуларға да барып үлгеруге болады. Ыңғайлы ол жағынан автокөлік. Сәтті, енді осыны электромобиль бізде Таразда алғаш рет, бүкіл республика бойынша алғаш рет полиция қызметкерлері көліктеріне мінді. Сәттілік, енді ары қарай осы электромобильдің ең басты